Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге мен аштықсыз шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Қараңыздар, бір жасағаннан өте дәмді шығады. Жасау жолы өте оңай және аштықсыз жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет және үстінен бір шай қасық қант саламыз және бір шай қасық тұз және шым сода. Менде күнбағыс майынан бір ас қасық қостым. ГХИ майы қандай кез келген май болса қолдансаңыздар болады. Және үстінен илеуіштен өткізген 330 грамм ұн, болмаса 340 грамм сәл қолға жабысатын болса, сәл қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып біз қамыр елеп аламыз және әр қамыр бөліктерін 85 граммнан бөлетін боламыз. Ровно 7 шелпек, яғни 7 үштік шығады. Қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Қараңыздар, мен осылай пісірген түсірдім. Міне біздің 7 шелпек дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Парақшам пайдалы ас болсын.